Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін біз сіздерге 2009 жылы жарық көрген Дженнифердің денесі киносының қазақша негізгі желісін айтамыз. Видео кіріспесінде бірден айтып қояйын, бұл киноға әлгі трансформерлердегі Меган Фокс ойнаған. Оны неге айтып жатыр десеңдер, фильмнің трейлер постерін қарасам, тек Меган Фокс шығады. Маркетингтің басты идеясы Меган Фокс. Трейлерді көріп Меган Фокстың видео топтамасы ма деп ойлайсың. Ал киноны қарасам, бұл кәдімгідей фильм. Тек Меган Фокс емес, басқа да кейіпкерлер бар екен. Кино авторлары бұл фильмге Меган Фокстың келіскені қатты қуанған-ау деймін. Ұзын сөздің қысқасы, бұл кинода Меган Фокстан да басқа дүниелер бар, сондықтан видео қызық болады деген ойдамын. Ал сіздер не істеу керек екенін білесіздер? Білмейтіндер болса айтып кетейін, мына қызыл батырманы бассаңдар, маған қосыласыңдар. Лайк бассаңдар, бұл мені қолдап жатқандарың, видео ұнады деген сөз. Ал таратып жіберсеңдер, бұл сәуап. Кино әйелдер түрмесіндегі Анита деген қыздың оқиғасымен басталады. Анита түрмеде тепкішпек деген лақабатпен танымал. Одан біздің Анита бұл түрмеге қалай түскені жайлы оқиғасын айтады. Ол бұрын Devil's Kettle деген қалашықта өмір сүрген. Devil's Kettle деген сөзді Google көкеге салып қалсақ, шайтанның шәйнегі дейді. Одан біз сол шайтанның шәйнегі мектебінің әлгі Меган Фокс ойнаған Дженнифер деген қызбен таныс боламыз. Әрине мектептегі жігіт атаулы оны көрсе көзі шарасына шығып тілі салақтап қалады. Бір қызығы ол біздің Анитамен жан құрбы. Әрине мектептегілер Дженниферді қыздың жанында мына оқымысты суретпен неғып жүр деп сөз дейді. Мектепте үзіліс болып жатқан сәтте Дженнифер Анитаға жетіп келіп, біздің қалашыққа кешкісін сымбатты жігіттерден құралған пойызбен келген жатыр екен. Бірге барайық дейді. Негізі Анита өзінің жігітімен уақыт өткізгісі келген кешкісін. Бірақ Дженнифер күш бермей оны көндіреді. Анита әлгі концертке барғай киініп жатқан кезде біз оның жігіті Чиппен таныс боламыз. Ол байқұс спортсмен де емес, бай да емес, бәд бой да емес, бірақ адамгершілігі бар. Және ол Анитаның құрбысы Дженниферді жек көреді. Мына жерден бірдеме сасиды ғой. Екеуің патада болғасыңдар ма? Одан олар әлгі кеш болатын барға келеді. Дженнифер қалашықтағы бір жігітті көзіне ілмейді. Бірақ ол әлгі музыканттарды көргенде аузан қайып тілі бұралып сөйлей алмай қалады. Біраздан кейін қайдан қайтып екені белгісіз әлгі бардан өрт шығады. Біздің екеуі әрін деп жүріп бір қуыс тесіктен шығып тірі қалады. Екеуі демін алып болмағанда әлгі музыкант жігіт келіп, «Ой, қыздар, мына жер қауіпті ғой, жүріңдер менің көлігіме отырайық», дейді. Сөйткенде Дженнифер отырып алады. Анита, сен өзің не істеп жатқаныңды білесің ба? Деп барынша түсіндіріп жатса, неге жасамасқа? Деп әгілермен бірге кетіп қалады. Анитамыз үйіне келіп Чипке бар көргенін білгенін айтып береді. Сол кезде оның үйінен есігін біреу қағады. Әрине, ешкім болмайды. Одан ол дыбыс ас үйден шығады. Әрине, Анита кино заңдылығы бойынша жынды құсап соған барады. Одан біраздан қан жоса болып тарс етіп Дженнифер шығып келеді. Қан жосасын қайтейін, тура тоңазғышты. Тура холодильникті ашып тауық етін жей бастайды. Анита шошып полиция шақырамын десе, балақай, қыз, деп кетіп қалады. Ертеңінде әлгі бардағы өрттен көз жұмғандар жайлы әңгіме қалашықты түгелімен шуылдатады. Анита аңқайып сыныпта отса, күлдей жайнап дым болмағандай Дженнифер шығып келеді. Анитаның әрбір сұрағына шолақ-шолақ көк бетімен жауап береді. Қызығы біздің Анита негізгі кеше ас үйде не болды деген сұрақты қоя алмайды. Одан сыныпқа класс жетекші кіріп келеді. Одан мұғалім әлгі оқиға жайлы ақпараттарды айтады. Мектептің 8 оқушысы испан тілінің мұғалімі, содан 1-2 ата-ана көз жұмыпты. Одан біздің Дженнифер мектептегі досынан айырылған спортсмен Джонсқа келеді. Білесің бе, Джонс, сенің досың өлер алдында маған екеуміз жұп болсаққа әдемі жарасатынымызды айтқан еді. Мүмкін досыңның айтқанын орындармыз, дейді. Сөйтіп екеуі орманға барып, сағызға таласып, Дженнифер ыстықтап киімін шешіп, одан Джонсты тірідей жеп дегендей сондай бір тірліктермен келеді.
Одан мектепте кезек-кезегімен оқушылар із-түзсіз жоғалып жатқанына байланысты барлық оқушылар үрейленіп қайғыда жүреді. Әрине, Дженниферден басқасы. Бірақ бір күні Дженнифер әбіржіп мектепке келеді. Анита екеуі бірге келе жатқанда алдынан бір балақай шығып келіп, «Дженнифер, кешке бірге кино көрмедік па?» дейді. Дженнифер басына оны тіпті көзіне де ілмей кетіп қалады. Ал біраздан кейін не болғаны белгісіз, аяқ астынан Дженнифер, «Балақай, кешке сен менің үйіме кел, бірге кино көрейік» дейді. Сол түні Чип пен Анита өздерімен болып, әлгі балақай қуанышы қойнына сыймай өзінің ең сүйікті әнін тыңдап Дженниферге қарай ұшады. Бірақ Дженнифердің берген мекен жайы бір қорқынышты қап-қараңғы жер болады. Десе де Дженниферді ойлап көз жұма қарайды. Келсе Дженнифер май шамды жаққаны, одан әрине ыстықтап киім шешіп, содан қасық деген зат бар екенін білмейді, ө? Анита үйіне келіп төсекке жатайын десе, төсегінен Дженнифер шығып келеді. Анита шошып кетеді. Осы жолы Анита бар күшін жинап Дженниферден әлгі түні саған қандай оқиға орын алды деп сұрайды. Әлгі өрт шығатын күні Дженнифер музыканттар мен машинада келе жатып біртүрлі нәрселерді байқай бастайды. Іс насырға шапты деп болып былай айтқан екен. «Мен бұрындар төсекте болмағам, мен пәкпін, сондықтан мен емес бір тәжірибелі біреуді зорлаңдаршы». Сөйтсе музыканттар жалпы зорлық жайлы еш ойлар болмаған. Олар сатанистер екен. Олар негізі шайтани рәсім үшін Дженниферді алдап алып кетіпті. Әлгі сөздерден кейін іздегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деп музыканттар Дженниферді ағашқа байлап деген нәрселерді оқып, оны аяусыз пышақтап тастайды. Бірақ Дженнифер біраздан соң тұрып келеді. Және Дженнифердің қарны қатты ашып тұрыпты. Содан екен ғой, Әлгі музыканттардың рәсімнен кейін Дженнифер тойып тұрса, жарақатты секундта жазылатын ерекше қабілетке ие болыпты. Ал қарны ашса, битіп қалады. Және әрине тек еркек адамдардың етін жейді. Әлгі музыканттардың рәсімі негізінде пәк қызды құрбанға шалып, өздеріне сәттілік әкелу болған. Бірақ әрине Дженнифер пәк емес. Содан рәсім керге кетіп, Дженнифер саксабуз деген әзәзілге айланып кетіпті. Анита жігіті Чипке Дженнифер жайлы барлық естігенін айтады. Әрине Чип сенбейді. Және Анита Чипке Дженниферді өте қауіпті. Сондықтан сен кешкі мектеп кешіне келме дейді. Ал бұл сөздерді Чип Анита менен жалға бастапты, мені кешке әкелгісі келмей тұр екен деп, екеуі дауласып кетіп қалады. Осылай парти уақыты да болды. Анита Дженнифер деген пәлекет қайда екен деп Дженниферді арыз дейді, беріз дейді, таппайды. Ол жоқ. Әрине, жалғыз сүйретіліп келе жатқан Чипке әлде қашан барып қойған. Анитаның басына алма түсті ма, Чип жайлы енді есіне түсті. Жоқ, бұлай болмайды. Дәл сол кезде қалай екені белгісіз. Анита мекен жайды тауып жетіп келеді. What the fuck? Мынау шалады ма тағы? Сол кезде Анита, сен бұрыннан жақсы дос болмағансың, тек мені пайдалану үшін ғана жүретінсің деп ішіндегі барлығын айтып тастайды. Одан Чип ішім ауырып кетті деп Дженнифер қашып кетеді. Бірақ Чип көп қан жоғалтыпты. Анита Дженнифердің аш әлсіз жатқан кезін пайдаланып, оған баруға шешеді. Және ол оны өлтіреді. Және осылай ол сотталыпты. Және Дженнифердің тістегеннен болып Дженнифер секілді қабілетке ие болыпты.
Осылай кино аяқталды. Достар, осылай кино аяқталды және видео да аяқталды.